Келесі тақырып бізде қағаз ақша, мұздықтар мен мұзтаулар. Мына жерде саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет сатып алды. Ересектерге арналған билет 800 теңге, ал балдарға арналған билет 500 теңгеден тұрады. Әрбір билеттің бағасын әртүрлі қағаз ақша мен монеталармен қалай жинақтауға болады? 800 теңге болатын болса, бір 800 теңгеден бір 500 теңгелік және бір 200 теңгелік және бір 100 теңгелікпен төлеуге болады. Және әр билеттің бағасын әртүрлі монеталармен осылай беруге болады. Және де былай да беруге болады. 800 теңге тең деп қояйын, 500 қосылған 100 теңгеліктерден үшеуін беруге болады. Немесе 800 теңге тең 200 теңгеліктен үшеу болсын. Және бұл енді 600 теңге болды ғой. Тағы да бір 200 теңгелік болса, 200 теңгеліктен төртеу қылып беруге болады екен. Келесі тапсырма. Мұздықтарды зерттеуге дүкеннен жолға 500 теңгеден 2 қалбыр бұқтырылған ет. Бұқтырылған ет 500 теңгеден 2 болса, 500-ді 2 көбейтуіміз керек болады. Және 250 теңгеден 4 қалбыр балық сатып алды. 250 теңгеден 4 қалбыр балық сатып алды. Олары сатушыға 5000 теңге берді. Сатушы оларға қанша қайтарды? Осыны қосамыз да 5000-нан азайтамыз. Қараңыздар, 5000 тең азайту 500-де 2-ге көбейтсек 1000 теңге болады. Және қосамыз 250-ді 4-ге көбейтсек 1000 теңге болады. Сонда 1000-ға 1000-ды қоссақ 2000, 5000-нан 2000-ді азайтсақ 3000 теңге болады екен. Келесі, жас альпинист дүкеннен спорттық арқанның 1 метрін 250 теңге сатып алды. Дәл осындай 3 метр арқан қанша тұрады? Ол үшін 3-ті 250-ге көбейтеміз, 750 теңге болады. Және 3-ті 4 метрді 250-ге көбейтеміз, 1000 теңге болады екен. Келесі, былай дейді, кесте бойынша есептер құрастыр, оларды шығар. Мынау бас киім, яғни велосипед тепкенде немесе мотоцикл айдаған кезде осы бас киімді киеді. Енді бұл сары бас киімнің бағасы мен көк бас киімнің бағасы, сұр бас киім бағасы екеуі бірдей. 2 дана 6000 теңге тұратын болса, онда 3 дана қанша теңге тұрады? Ол үшін біз 1 данасын тауып алуымыз керек. 6000-ды 2 данаға бөлетін болсақ, онда бізде 1 дананың бағасы шығады. Яғни бір штуктың бағасы шығады 3000 теңге. Енді сол дәл 3000 теңге. Яғни мыналар 3000 теңге біреуі. Енді осының үшеуін табу үшін біз 3000-ді 3-ге көбейтеміз, 9000 теңге болады екен. 9000 теңге. Жазып алайық. Келесі, мына дәл соған ұқсайды. Мына көзілдіріктің бағасы 5000 теңге, саны бірдей 10.000-ға шығып тұр. Яғни біз қанша санын табу үшін 10.000-ды 5-ке бөлеміз. 10.000-ды бөлеміз 5000-ға. Сонда бізде екеу, яғни екеуінің бағасы 10.000 теңге болып тұр. Дәл сондай 3000 теңгелік көзілдіріктің екеуі қанша теңге тұрады? Яғни 3000-ді көбейтеміз 2-ге. Сонда бізде 6000 теңге тұрады екен. Дәл осы тұрысымен жазып алыңыздар. Келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада балалар теңдеу екен. Әр теңдеуді шешіп, әр суретте қандай мұздық бейнеленген табыңдар дейді. Теңдеуді осы жерде, мына жерде шеше қояйын. Y бөлемін 4 тең болады 318-ді 3-ке бөлгенге тең дейді. Y бөлу 4 деп есептің сол жағындағы теңдеудің сол жағында берілген жазып аламыз да 318-ді 3-ке бөлеміз. 106 болады. Енді Y-ті табу алу үшін 106-ны 4-ке көбейтеміз. Сонда Y-іміз тең 424 болады. Тексерейік, әр қашанда тексеруіміз керек. 424-ті 4-ке бөлеміз, 318-ді 3-ке бөлеміз. 424-ті 4-ке бөлсек 106 болады, 318-ді 3-ке бөлсек 106 болады екен. Келесі X бөлемін 2-ге. Видеоны стопқа қойып жазып алсаңыздар болады. 750-ді бөлемін 6-ға. X бөлу 2 деп дәл сол күйін жазып аламыз да, оң жағындағы есепті шығарамыз. 126 болады. Енді X тең 126-ны 2-ке көбейтеміз. Сонда X-іміз тең 252. Енді есепті тексереміз. 252 бөлемін 2-ге, 750-ді бөлемін 6-ға. Бұдан 126 шығады, мына жақтан да 126 шығады екен. Келесі, Y қосу 565 тең болады 27 көбейту 4. Y қосу 565-ті дәл сол күйінде жазып, 27-ні 4-ке көбейтеміз. 28, 2, 8, 828, енді Y тең 828-ден 565-ті азайтамыз. Сонда Y-іміз тең 3, 6, 263 шығады екен. Тексеріп жіберейік.
263-ке қосамыз 565-ті тең болады 207-ні. Міне есепті тексерген кезде 263-ке қосам 565-ті тең болады 207-ні көбейтемін 4-ке 828 сол жағындағы бағаның жауабы, 828 оң жағыдағы бағаның жауабы. Демек есебіміздің дұрыстығын білдіреді. Келесі теңдеуде y азайтамын 120 тең болады 203 көбейтемін 3. Әр қашанда теңдеудің сол жағындағы y тұрған бағанды сол күйінде жазуды ұмытпаймыз, ал оң жағында көбейту, бөлу, азайту, қосу таңбаларындағы есептерді орындаймыз. 203-ті 3-ке көбейтетін болсақ 609. Енді қарапайым теңдеуге келтірдік. Енді осы жерден y нені білдіреді? Қандай саннан 120-ны азайтқан кезде 609 болады деген сөз ғой. Ол үшін 609-ды 120-ға қосамыз, сонда y-іміздің жауабы 729. Енді тексеруді ұмытпаймыз, өйткені y-іміздің орнына қоямыз да 729-ды. Сол кезде есебіміздің дұрыстығын тексереміз. 203 көбейтемін 3. Сол бағанан 609, оң бағанан 609 шығады екен. Осымен теңдеуіміз аяқталды. Келесі амалдардың орындалу ретін анықта және оларды есепте. Бізде әрқашанда шарт бойынша көбейту, бөлу амалдары бірінші орындалады. Мысалы, мына жерде бөлу амалы бірінші орындалады, мына бөлу амалы бірінші, содан кейін барып жақша міндетті түрде бірінші орындалады. Үшіншісі, одан кейін мына жердегі азайту амалын орындаймыз, одан кейін қосу амалын орындаймыз. Бірінші мына бағандағы біріншінің жауабын біліп алайық. Яғни 876-ны 2-ке бөлетін болсақ, бізде 438 деген жауап шығады. Енді екіншісі, мына 672-ні 4-ке бөлетін болсақ, бізде жауабы шығады 168 шығады. Енді үшіншісі мына жақшадағын шығарып алайық. Бұның жақшадағын жауабы 297. Енді қараңыздар, 438-ден 168 азайтамыз, 438-ден 168-ді азайтамыз да 297-ні қосамыз. Азайтқан кезде 0, 13-тен 6-ны азайтсақ 7, 3-тен 1-ді азайтсақ 2, қосамын 297. 7, 16, 1, 4, 5, 567 шығады екен. Келесі. Мына жерде бірінші көбейту, екінші көбейту, үшінші мына ортасындағы азайту таңбасы. Одан кейін төртінші, бесінші кете береді. Ал жақсы біріншісін шығарайық. 315-ті 3-ке көбейтетін болсақ 945. Екіншісі мына 2-ге көбейтетін болсақ 36 3 ойда, 28, 31 3 ойда, 716. Енді 945-тен 716-ны азайтамыз. 945-тен 716-ны азайтсақ 9, 2, 2, 229 шығады екен. Енді одан 229 азайтамыз, 65-ті 4, 6, 164. Енді 164-ке қосамыз 768-ді. 12, 1, 12, 13, 8, 9, 932 деген жауап шығады екен. Былай дейді, мұзтаудың су бетіндегі бөлігінің биіктігі, су бетіндегі бөлігі мына жер 15 метр дейді. Ал су астындағы бөлігінің тереңдігі 6 есе артық. Ол үшін біз 15-ті 6-ға көбейтеміз, сол кезде мына жеріндегі бөлігінің тереңдігін тауып аламыз. Енді мұзтаудың жалпы ұзындығы қанша дейді? Былай шығарамыз, 15-ке қосамыз, 15-ті көбейтеміз 6-ға, 15 қосамын 90-ды, сонда бізде 105 шығады екен. Жалпы аумағы 105. Енді осыдан кері есеп құрастырыңдар дейді. Мысалы, судың бетіндегі ұзындығы 15 болатын болса, биіктігі 15 болатын болса, ал судың астындағы 90 болатын болса, жоқ, былай жасайық, барлығы 105, бетіндегі тереңдігі, биіктігі 15, ал мына судың астындағы тереңдігін табыңдар дейді. Сонда бізде бұның жауабы 90 шығуы керек болады. Келесі. Қараңыздар, 5-ті 120-ға көбейтсем бізде 600 шығады. Енді 5-ті 120-ға 1-ге көбейтсек 605 шығады. 600-ге 5-ті қосқан кезде 605 болады. 7-ні 102-ге көбейткен кезде 714 болады. Және 7-ні 2-ге көбейтсек 14 болсын. 14-ке 700-ді қоссақ 714 болады. Келесі 4-ке 109-ды көбейтсек 436, 4-ке 3-ді көбейтсек 12, жоқ, 12 болмайды. Мына жерде 436-тан мысалы 424 азайтқан кезде 12 шығады деп не істейік. Болмаса, жақсы мына жерін былай жасаймыз. Мына бізде 436 шықты ғой. Мына жерде біз 200-ге көбейтсек, сонда 800 болады. 800-ден біз азайтуымыз керек 4, 9, 6, және 7, 364 азайтқан кезде